Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында тауық пен саңырауқұлақ қосылған кілегейлі паста жасайтын боламыз. Алдымен табада сұйық майды қыздырып, артынша туралған тауықтарды салып, баяу отта қуырамыз. Тауық дайын болғанша шампиньон саңырауқұлақтарын тазалап, турап дайындап аламыз. Қуырылып дайын болған тауыққа аздап тұз сеуіп, ыдысқа салып аламыз. Содан соң табаға аздап сұйық май құйып, туралған саңырауқұлақтарды артынша пиязды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Оның үстіне қуырылған тауықты саламыз, кілегей құямыз және дәміне қарай тұз, кептірілген сарымсақты салып 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Кілегейлі қоспамыз дайын болғанша спагеттиді суға қайнатып пісіріп аламыз. Міне біздің кілегейлі қоспамыз дайын болды, оның үстіне қайнатылған спагеттиді салып араластырамыз. Достар, міне біздің пастамыз дайын болды. Өте дәмді әрі тез дайындалатын бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын!